Түркістан облысы Арыс қаласы жас натуралистер, техниктер, туристер станциясында қосымша білім беру педагогы Табия Шадықызы. Бүгінгі біздің қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы Петр матасынан кішкене сөмке жасау. Сабақтың мақсаты оқушыларға сөмке жасауды үйрету. Петр матадан кішкене сөмке жасауды үйрену. Шеберлікке, ұқыптылыққа тәрбиелеу. Киізден, жүннен жасалатын күнделікті тұрмысқа қажетті бұйымдар жасаудың ыңғайлы жолдарын іздестіру. Өз қолдарынан сөмке жасау. Сабақтың барысы. Петр дегеніміз не? Петрден қандай бұйымдар жасауға болады? Қағазға сөмкенің лекаласын түсіріп қию. Қауіпсіздік ережесі. Петр дегеніміз жануарлардың мата, киіз, шұға бұйымдарын жасауға жарамды және белгілі бір физикалық қасиеттері бар түк, немесе талшықтан жасалған маталық емес материал. Петр матасының өңдеу технологиясы жүнді өңдеу технологиясымен бірдей болып келеді. Петраға көбіне синтетикалық маталар көп араластырылады. Петрден қандай бұйымдар жасауға болады? Петрадан әртүрлі бұйымдар жасауға болады. Олардан түйреуіш, алқалар, сырға, жилет, яғни қыздар аксессуарларын жасауға болады. Петра әртүрлі болады. Таза жүннен жасалған, жартылай жүннен, экофетра, акрилді фетра, жасанды, синтетикалық қоспасы бар фетра. Бүгінгі күнде сөмке тұрмысымыздағы ең қажетті бұйымға айналды. Алуан түрі бар. Әйтсе де ұлттық нақышта өз қолымыздан тоғып немесе тігіп алған сөмкенің орны бөлек. Себебі әркімнің ой қиялы, шығармашылық қабілеті әртүрлі. Осы қабілетімізге сүйеніп, бүгінгі сабақта құрап сәндік сөмке тігеміз. Сарамандық жұмыстың барысы. Сөмке жасайтын мата түсін таңдау. Қағазға болашақ сөмкенің лекаласын түсіру, қию. Лекала арқылы болашақ бұйымды Петр мата бетіне түсіру, қию. Бұйымды айналдырып тігін машинасына салу. Қағазға дайын сөмкенің бетіне орналастыратын ою-өрнекті түсіру. Қағаздары ою-өрнекті жұқа Петр матасына бастыру, қию. Дайын сөмке бетіне ою-өрнекті орналастыру, желімен жапсыру. Жаңа сабақ. Киіз қойдың күзем жүннен басылған үй тұрмысында пайдаланылатын бұйым. Көшпелі халық өңірінде киіздің алатын орны ерекше. Киіз басу дәстүрлі қазақ қоғамында дамыған киіз жасау өнері. Оған жүн талшықтарының бір-бірімен үйіса байланысатын қасиеті негізге алынған. Петр, қалпақтық биязы киіз басу процестері де киіз басу дәстүрлері технологиясымен бірдей. Жүн ұйысуға бейім бірден-бір талшық. Ол ылғал мен температура әсерінен және механикалық әрекет нәтижесінде ширайды да жасалып жатқан бұйымның көлемі кішірейіп, тығыздығы артады. Қазіргі кезде киіз бұйымдары қауырт өркендеу үстінде. Шеберлер бұйымды жасауда өте кең ауқымды киізді пайдаланады. Қауіпсіздік ережесі. Жұмыс барысына керекті құрал-жабдықтарды түгендеу. Инені арнайы ине салғышта немесе жастықшаға түйреу. Қайшыны ашық ұстама, ұшынан ұстап сабымен бер.
жіптерді қолмен үзбей, қайшымен қию керек. Қазіргі заманға әртүрлі технологияларды пайдалана отырып, сан түрлі фактуралар мен маталарды, жібек, мақта, кендір, тоқыма заттарды үйлестіре отырып, нағыз өнер жауһарларын жасап жүр. Олардың ішінде моншақ, сәнді түйме, шаш қыстырғыш, білезіктер мен белдіктер, сөмкелер, әмияндар, ұялы телефондарға арналған қаптамалар да бар. Қорытынды: оқушыларды өнерге баулу, өз елін, жерін, халқын сүю, салт дәстүрін бағалай білуге үйретеді. Қорыта келгенде, еңбекке үйрету, іс-әрекетті ойлау, есте сақтау, жан-жақты дамыған тұлғаны, шығармашылық қабілетті, көркем өнерлік талғамды қалыптастыруға тәрбиелейді.